Қайырлы күн барша көрермендер. Менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай мерекелік дастарханға арналған тіске басар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар, және құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдын ала суға пісіріп алған тауық етін кубиктап турап аламыз. Майда кубиктарға бөліп тураймыз, өйткені жасаған кезде ыңғайлы болу үшін. Келесі, суға пісіріп алған жұмыртқаларымызды да майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Сырымызды терканың ұсақ көзінен өткізіп аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып қоямыз. Бөлек кішкентай ыдысымызға 3 қасықтай майонез саламыз. Бір тіс чесногымызды да майда өткіштен өткізіп аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Турап дайындап алған тауықтың төс еті, жұмыртқа және сырдың үстіне майонезімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және жақсылап араластырамыз. Енді аскөгімізді майдалап тураймыз. Жаңағы дайындап алған қоспамыздан осылай қасықпен алып, екі алақанның ортасына салып дөңгелектеп формаға келтіреміз, шариктер жасаймыз. Және мен мына жерде күнжіттің дәніне аунатып алдым. Бұл жерде ақ және қара түсті күнжіт дәндері. Келесін майдалап турап алған аскөкке аунатып алдым. Әр түрлі түс болу үшін мен мына жерде боялған кокостың жоңқасын пайдаландым. Әр түрлі түстегі кокос жоңқаларын дүкендерден таба аласыздар. Бұл жерде қызыл түсі. Тағы да басқа түстерін қаласаңыздар, өз фантазияларыңызға байланысты жасай берулеріңізге болады. Міне біздің түрлі түстегі закускаларымыз дайын болды. Тіске басарларымыз өте дәмді, сонымен қоса өте түрі де қанық, әдемі, дастарханға салғанға өте керемет. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған меруерт, алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.